Бір отбасында атасы, әжесі, әкесі, анасы және 7 баласы өмір сүріпті. Бала бақыт демекші, бәріне бірдей тәрбие берілгенімен 5 саусақ бірдей емес дегендей мінездері әртүрлі. Әсіресе үлкен екеуі жиі келіспей, ренжісіп қала береді екен. Балаларым, не болды сендерге? Бір-біріңмен ренжісіп? Сендер бауырсыңдар, бір үйдің баласысыңдар. Жүр одан да қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойын ойнаймыз. Балалар, бүгін мен сендерді қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойынымен таныстырып өтемін. Балалар, мен сендерге хан талапай ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Бұның қолында қоржынның ішінде көптеген асықтар бар. Асықтың ішінде бір ерекше қызыл түске боялған асық бар. Оны хан асығы деп айтады. Хан асығы кімге түссе, ойынды бірінші болып бастаймыз. Кәне, талапай-ау талапай, табылды ойын алақай деп ойынды бастайтын боламыз. Сендер талапай деп жинап аласыңдар. Кәне, талапай-ау талапай, табылды ойын алақай. Кәне балалар, хан асығын кім ұтты бізде? Ержан. Ержан ұтқан екен. Балалар, мен асық ату әдісін кімге? Ержанға үйрететін боламын. Содан кейін сендер ойынды ары қарай жалғастыра береміз. Сызықтың үстіне оң аяғыңды қойып, аяғыңды бүгіп, тіземізді бүгемізде дәлдеп, мергендеп тұрып атамыз. Кәне балалар. Кәне, Ержан. Ой, жарайсың, Ержан. Тамаша, тамаша, Ержан. Жарайсың, Ержан. Кәне, ой, жарайсың. Ойынымды жалғастырайын. Жарайсың. Ержан. Ой, жарайсың, Ержан. Жарайсың. Жарайсыңдар, балалар. Кәне, балалар, қоржындарымыздан жинаған асықтарымызды алдымызға қояйықшы. Бізде бүгінгі хан талапай ойынның жеңімпазы кім екен? Ержан. Балалар, сендерге хан талапай ойыны ұнады ма? Қазіргі заманның кеселдерінің бірі ол баланың смартфонға тәуелділігі. Адамзатты елең еткізіп отырғандары рас. Оның алдына алу үшін бала бойына ұлттық құндылықтарды құю бірден де бір күттірмейтін мәселе екені де баршаға мәлім. Сондықтан да балаға атадан қалған асыл мұрасын дәріптейік ағайын.